Азаттықтың ақтаңы атқалы биыл міне ширек ғасыр. Болашаққа қарышты қадам басқан Қазақстан қазірдің өзінде әлемді мойындатып, дамудың даңғыл жолына түсті. Қай салада іргелі істері атқарылса да, жеткен жетістіктер аз емес. Бұл істе еліміздің батыс өңірінің де айшықты үлесі бар. Қос құрлықтың құшағында, 9 жолдың торабында орналасқан Батыс Қазақстан облысының территориясы республикамыздың 5,5% құрайды. Қазіргі таңда өңірде 640 мыңға жуық әртүрлі ұлт өкілдері тұрады. Тәуелсіздік жылдарында аймақ халқының саны да, әлеуметтік экономикалық хал ахуалы да айтарлықтай жақсарды. Егемен ел атанғалы бері тың реформалар мен жаңашыл істердің арқасында аймақтың жалпы өнімі 2000 есеге, ал жан басына шаққанда 1928 есеге дейін артты. Тәуелсіздік жылдар ішінде өндіріс көлемінің артуы, жаңа өндіріс орындарының іске қосылуының негізінде өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 3000 есеге дейін өсті. 90-шы жылдардың басында ол 426,2 миллион теңгені құраса, қазір 1,3 триллион теңге болды. Облыстың жалпы аймақтық өнімінің көлемінде өнеркәсіптің меншікті үлесі 2 есеге артып, 51,6% құрады. Батыс Қазақстан табиғи байлықтарға, мұнай мен газға бай өлке. Әсіресе Қарашығанақ кенішінің орны ерекше. Аймақтағы табиғи газды өндіру 1991 жылмен салыстырғанда 4,7 есеге, ал газ конденсатын өндіру 2,8 есеге артты. Елбасы тарапынан жүктелген міндеттерді орындауда индустрияландыру бағдарламасының аясында облыста жалпы құны 335 миллиард теңгені құрайтын 47 жоба жүзеге асуда. Соның нәтижесінде 2700 тұрақты жұмыс орны пайда болды. Солардың ең ірілерін Қарашығанақ өңдеу кешенінің көмір-сутек шикізатын тұрақтандыру және тазарту қондырғысын, Орал газ турбиналық электростанциясын, трансформаторлар шығару өндірісін, К5 экологиялық классының мотор жанармайларын өндіру зауытын айтуға болады. Сондай-ақ, стеклосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің күшейтілген термотұрақты әйнек бұйымдар өндірісін атап өткен дұрыс. Строй комбинат акционерлік қоғамы керамзит өндіретін желі жұмысын қайта жаңғыртты. Сондай-ақ, өңірде машина жасау өндірісі дамуда. Агрореммаш компаниясы өрт сөндіру машиналары мен коммуналдық техника өндірісін нәтижелі жүзеге асырып келеді. Батыс Қазақстан машина жасау компаниясының базасында Қазақстанда алғаш болып мұнайды жинау және дайындау үшін автоматтандырылған кешендерді жобалау құрылысын жүргізу және қайта салу технологиясы игерілді. Тәуелсіздікпен бірге жаңа леп әкелген салалардың бірі кеме өндірісі. Қайта құру жылдарында тұралап қалған Зенит зауыты қазір облыс қана емес, ел мақтанышына айналды. Зауыттың тәжірибелі мамандары 25 кеме құрастырып суға түсірді. Қазақстанда алғаш болып Орал сауда өнеркәсіп компаниясының базасында диаметрі 1600 мм болатын полимер құбырлар өндірісі жолға қойылды. Сондай-ақ мия тамырын өндіру өндірісі де ашылып, өнімдер тіпті Қытай мен ақш-қа тасымалдана бастады. Маңызды жобалардың тағы бірі Жылаев нан өнімдері комбинаты акционерлік қоғамының макарон фабрикасының құрылысы. Бүгінде макарон өнімдері италиялық Италпласт әмбебап жабдығымен шығарылуда. Белес агрокешені болса, өз өнімін елдің 9 аймағына сатып отыр. Осы екі комбинат өнімдерін Ауғанстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Грузия, Ресей және Қырғызстанға экспорттауда. Сондай-ақ, индустрияландыру бағдарламасының шеңберінде зор қолдауға ие болған Жайық ет, Кублей компанияларының ет және шұжық өнімдері де сыртқы нарықтан өз орнын тапты. Өңірде жиһаз өндірісі жаңа сатыға көтерілді. Жыл сайын облыста ұйымдастырылатын West Gaz Invest халықаралық форумы мен Ресейдің шекаралас аймақтарының қатысуымен өтетін отандық өнімдердің көрмесі де экспорт көлемін ұлғайтуға әсер етуде. Осы кезеңде ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 15 есеге, яғни 6,8 миллиард теңгеден 107 миллиард теңгеге дейін өсті.
Мемлекеттің қолдауының арқасында асыл тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын шаруашылықтар саны көбейді. Бүгінде мұндай шаруашылықтардың саны 139-ға жетті. Сондай-ақ етті тұқымды мал өсіруге айрықша мән беріліп отыр. Соңғы 5 жылда 7,5 мың тонна ет пен ет өнімдері экспортталған. Ал шаруа қожалықтарына мемлекет тарапынан берілетін теңдесі жоқ субсидия бұл саланы дамытып, ен даланы малға толтырды. 1997 жылмен салыстырғанда 4 түліктің басы тұрақты артып келеді. Соның ішінде құс 2,3 есе, жылқы 1,6 есе, қой мен ешкі 1,5 есе, ірі қара 1,3 есеге өсті. Егін шаруашылығында қол жеткізген табыстар айтарлықтай. Жыл сайын егіс алқаптарының өнім көлемі артып келеді. Тәуелсіздік жылдар ішінде жеміс-жидек 2,8 есеге, майлы дақылдардың алқабы 2 есеге, картоп 1,5 есеге, бақша өнімдері 1,5 есеге артты. Биыл Ақжайық диқандары бітік егінмен, рекордтық көрсеткішпен мақтан алады. Мысалы, Зеленов ауданының маңдай алды диқандары күздік бидайдың әр гектарынан 50 центнерден артық өнім жинады. Бұл тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңындағы ең қомақты нәтиже. Негізгі азық-түлік түрлеріне жататын 33 өнімнің 24 түрі облыста өндіріліп, ішкі нарық толығымен қамтылған. Жалпы ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында осы жылдар ішінде салада 42 инвестициялық жоба жүзеге асып, 1327 жаңа жұмыс орны ашылды. Соңғы 10 жылдың ішінде өндірілетін өнім мен қызмет көлемі 15 есеге, шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 2,5 есеге, жұмыспен қамтылғандар 2 есеге артты. Қазір шағын және орта бизнес субъектілерімен өндірілген өнім көлемі аймақтың жалпы өнімінің 40%-ын құрайды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының аясында 596 жобаға қолдау көрсетіліп, 70 миллиард теңге несие берілді. 57 нысанға инженерлік инфрақұрылым өткізілді. 22.500 жұмыс орны сақталып, қосымша 3.500 жаңа жұмыс орны ашылды. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша кенттік округтер мен ауыл тұрғындарына 6,5 миллиард теңге көлемінде 3301 адамға жеңілдетілген несие берілді. Ауылдық жерлерде 2578 адам өз ісін ашты. Несие алғандар өз алдына 3641 жаңа жұмыс орындарын құрды. Өңірде құрылыс барысы да қарқынды жүргізілуде. Құрылыс жұмыстарының көлемі 6000 есеге өсті. Егемендік жылдар ішінде облыста салынған тұрғын үй құрылысының ауданы 4 миллион шаршы метрді құрады. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасының көмегімен жаңа шағын аудандар пайда болды. Тұрғын үй салу және инженерлік коммуникациялық желілерді өткізу үшін мемлекеттік бюджетінен соңғы 5 жылда 275 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Биылдың өзінде облыс орталығында 14 көп қабатты тұрғын үй салынып, 1500 отбасы қоныс тойын тойламақ. Жаңадан бой көтерген 2 тұрғын үй комбинаты елбасы тапсырмасын орындауда нақты тетікке айналды. Облыс халқын көптен алаңдатқан мәселелердің бірі жол. Орал қаласы мен аудандарды байланыстыратын жүздеген жол, қала ішіндегі автокөлік жолдары жөндеуді қажет ететін. Соңғы жылдары облыста 1213 шақырым жол жөнделді. Оның ішінде республикалық маңызы бар жолдар 819 шақырым, жергілікті маңызы бар жолдар 394 шақырым. Осы жобалардың жүзеге асуының арқасында 3 аудан орталығы Орал қаласымен қатқыл табанды жолмен байланыстырылды. Қазіргі уақытта Нұрлы жол бағдарламасының аясында республикалық маңызды автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары жүзеге асуда. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары электр энергиясының 95% Ресейден алынып келген болатын. Қарашығанақ газ турбиналық электростанциясы, Орал жылу орталығы газ турбиналық қондырғысы, Новинки ауылы маңайында газотурбиналық электростанциясы облыстың электр энергиясына деген тәуелділігін азайтты. Ал биыл Белес ауылы маңындағы қуаттылығы 100 мегаватт болатын газ турбиналық электростанциясының іске қосылуы толықтай электр энергиясына деген тәуелсіздікке қол жеткізді.
Енді энергияны Батыс Қазақстаннан басқа аймақтарға экспорттау мүмкіндігі туды. Бүгінде Орал, Ақсай қалалары және 12 аудан орталықтары толықтай көгілдір отымен қамтамасыз етілген. Облыс тұрғындарын газбен қамту деңгейі 1991 жылы 15% болса, 2016 жылы 93,4%-ға дейін өсті. Қазіргі таңда 275 елді мекен көгілдір отынға қосылған. Облыс тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі де таза су, Ақбұлақ бағдарламалары арқылы біртіндеп шешіліп келеді. Ақбұлақ бағдарламасы аясында ауылдық елді мекендерді тіршілік нәрімен қамтамасыз ететін 163 нысан іске қосылып, 1760 шақырым су өткізу желісі тартылды. Облыс тұрғындарының таза ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейі 1991 жылы 31% болса, 2016 жылы 89,3%-ды құрап отыр. 25 жылда өңірдегі денсаулық саласын қаржыландыру 1236 есе өсті. Азаттық алған кезеңнен облыста 102 денсаулық сақтау нысаны салынып, пайдалануға берілді. Облыста 100-ден аса жоғары кәсіби медициналық көмек көрсетіледі. Транспорттық және қашықтан емдеу медицинасы енгізілді. Бүгінде кардиохирургия саласында ашық жүрекке, өзге де күрделі оталар жасалады. Ана мен нәресте өлімі 3,15 есеге, туберкулез бен онкология ауруына шалдыққандар саны 2 есеге азайды. Білім беру саласын қаржыландыру 25 жылда 72 есеге өсті. Соңғы 10 жылдың ішінде 59 мектеп пен 4950 орынға арналған 17 балабақша салынды. 19.000 орындық 207 мектепке дейінгі ұйым ашылды. Облыста 3 ауысымда оқыту жойылды. Ал 2015 жылдан бері апатты жағдайдағы мектептер жоқ. Жаңа модификациядағы физика, химия, биология кабинеттермен қамтылу деңгейі өсті. Осы жылдары кәсіби білім беру жүйесі қосымша 3 мемлекеттік және 11 жеке колледжбен толықты. Қазір 20 мыңға жуық оқушы, 77 жұмысшы мамандық бойынша кәсіби білім алуда. Қазіргі таңда облыс көлемінде 759 мәдениет нысаны бар. Тәуелсіздік жылдары 9 ірі өнер ошағының ғимараты бой көтерді. Қадыр Мырзали атындағы өнер және мәдениет орталығы, Достық үйі, Салтанат сарайы, Қазақ драма театры секілді мәдениет орындары есіктерін айқара ашты. Мәдени мұра бағдарламасының аясында нәтижелі істер атқарылды. Облыс өнерпаздары алыс және жақын шетелдерде өнер көрсетіп, өңір мен республика мерейін асқақтатып жүр. Елбасы алға тартқан міндеттердің бірі бұқаралық спортты дамыту, тұрақты түрде спортпен айналысатын халықтың санын 30%-ға жеткізу. Жылдан жылға өңір тұрғындарының спортқа деген қызығушылығы артып, салауатты өмірді серік еткен жандардың саны 160 мыңға жуықтады. Ғасырлар аңсаған тәуелсіздік төл тарихымызды түгендеп, дініміз бен ділімізді қайта оралтты. Өткенге көз жіберіп, болашағымызды айқындадық. Мәңгілік ел болып қалыптасу жолында нақты мақсаттар қойдық. Талайлы тағдырды бастан өткерген облыс халқы мұны егемендіктің арқасы, елбасының парасатты саясатының жемісі деп біледі. Тыныштық пен татулықтың бесігін тербеткен Қазақстан деген алтын шаңырақтың бір бұрышындағы батыс өңіріндегі берекелі тірлік міне осындай. Олай болса, Қазақстанның батыс қақпасы саналатын Оралда өңірде мәңгілік ел болу жолында жасампаз істердің жаршысы бола бермек.